қазақ елі, мен сіздерден кешірім сұрай отырам. Бірақ баяннан емес, өзімнің кейбір артық сөзім. Бұл сөз менде ашу үстінде неге болды? Ана тілімді қорғау мақсатында олардың қазақша сөйлемеген өрескел қылықтары, Ақтөбеге менің туған жеріме барып, Динара Сәтжанның қазақша ешқандай қатысы жоқ заңға қайшы кеш өткізуіне байланысты ашу үстінде айтылды. Бірақ та мен енді Тоқаев президенттен өтініш, біз қашанға дейін қазақ тілі үшін осылай күресуіміз керек? Қалай біз қазақ тілді заңдастыруымыз керек? Қазақ тілі бірінші болып, тек қана қазақ тілі болып заңдасуын қалаймыз бүкіл халықтың атынан. Қашанға дейін біз қазақ тілі үшін осылай әркімнен таяқ жеп, әркімнен сөз естіп, ауру мені балағаттады. Мысалы, сосын мен ашу үстінде осындай сөзге бардым. Сондықтан сіздерден өтініп сұрайтынымыз, қазақ тілін заңдастырамыз. Қазақ тілін заңдастыруларыңыз керек. Ана тілдің мәртебесін көтеруіміз керек. Біз сол заңды бір жаңа қызым айтып жатыр. Басындағы орамалыңызды шешіп бердіңіз апа деп. Қайыржан, ақтол ботам. Мен айтам, бүкіл менің оқырмандарым, жақсы әйелдер, жақсы аналар хабарласып жатыр. Мына комментарий өшіріп жатыр дейді мыналар. Мына енді көрдіңіздер ме, біздің Қазақстанда бұзылған әйелдер уже маған атака жасап. Бірақ бүкіл ер адам мені қолдап жатыр. Көрдіңіз ба, уже мына әйелдер өздерінің құрған оғымен бүкіл халықты ортайып жатыр екен ғой. Адамдар маған шат ханым, біз пікір қалдырсақ, мына елдің адамдары өшіріп салады. Баян мен Динара. Мен айтам, мына екеуі жауыз екен, нағыз халық жауы. Халық жауы деген ат береміз сендерге бұйырса. Ана тілін қорғағаным үшін, әйелдерді дұрыс аналарымыздың арын қорғағаным үшін менің ізіме майшамен істейме? Ол кез келген сөз ол өз иесін табады. Ондай сөзді жақсы аналарға ешқашан айтпаймын. Керісінше соған шақырып қой сөйлестіп жатқанын уайымдамаңыздар жандар. Жаным, тиктоктан жазып, ана өшіріп жатыр, бәрі адамдар маған жазып жатыр. Ханым, біз сізді қолдап жазсақ, өшіріп жатыр. Айтам, менің парақшама жаздым, өзім тиктогыма жазымда. Олар сондай әйелдер опасыз. Менімен бүкіл әйелді ізіме салып қойып, сала берсін. Мен айтсам адалдық, жолдасын сыйла. Менің парақшама подписка жасап алыңыздар, қыздар. Күшті түзелесіздер. Біздер күшті аналармыз. Сіздерге күшті түзеу жол көрсетеміз. Қазақтың мықты қыз-келіншектеріне айналасыздар. Бір елдің күшті келіні болады. Мен Төртқаданың келінімін. 30 жыл бәрімізге үлгі болатын нәрсе үйретем ғой. Уайымдамаңыздар, бізден ешқандай жамандық жоқ. Ол әйелдерге келмеңіз. Қызым күшті ме? Орамал бердің ме? Бағдагүл апа немене бар, орамал алып, сол басындағы орамал ақ көңілдігіне мен сол жерде разы болып кеткем, ырза болып, қуанып, сіздің басыңыздағы орамалды беріңізші дегенде, мә осындай мен сияқты келіп бол деп сол жылы. Қасиетті киелі Маңғыстауым атаның еліне аман есен жеттім-ау деймін бе? 362 әулием, бір бекет атаның аруағы жар болсын еліме, халқыма, өзіме, менің қолдаушыларыма аман болыңдар. Ал біздің құрбым өте күшті. Ене келін-ау, мен туған сіңілдерім, мені күтіп алып жатыр. Міне біздің киелі Маңғыстау күшті қылып қарсы алып жатыр. Атаның елі аруағынан айналайын, басымды идім, топырағына басып, кішкене болса да өзіме келдім. Жебеп қолдай гөр, әуелі Алла. Атаның еліне келдім, 362 әулиеме келдім. Ой, бір рақаттанып қандай. Алдында емге келдіңіз ба, хан? Жемексіне келдім, белім қисайып кеткен деп. Жақсы, қазір отырып тұру оңай, бұрын қиналып тұратын едім. Жақсымын, дәрілерін іштім, берген дәрілерді алып. Ем болсын, күшті. Достар, көбісі грижа, протозиядан жақсы болып кетіп жатыр, шүкір. Апа, алдында емге келдіңіз ба? Келдім, Қай жеріңіз алып? басым ауырып келдім. Әйтеуір не бар еді. Бұл жақсы болып, жеңіл болып, күшті болып қалдым. Әуелі Алла әйтеуір.
келгеннен басып бүйтіп ұстап едім жақсы болды. Иә, бірінші бас ұстап. Рахмет айтор. Қолың дерт көрмес. Иә, осы үлкендердің батасы қабыл болып, аман есен болып шығып жүре берейін. Аталарымыз ту етіп қазақтың тілімді, салт дәстүрімді көтеріп